Рахман сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Рахман, Алла. Адамдар мен жындарға Құранды үйретті. Адамды жоқтан жаратты. Оған сөйлеуді үйретті. Күнде, айда, Рахманның өзі белгілеген есеппен қозғалады. Жұлдыздар мен ағаштар да Аллаға сәжде етеді. Яғни Алла белгілеген заңдылықтарға қалтқысыз бағынады. Көкті, аспан әлемін көтерді. Жұлдыздар мен ағаштар да Аллаға сәжде етеді. Яғни Алла белгілеген заңдылықтарға қалтқысыз бағынады. Көкті, аспан әлемін көтерді. Және таразыны, әділдікті, болмыстағы мінсіз өлшем мен тепе-теңдікті орнатты. Таразыдан, әділдіктен, негізгі өлшем мен тепе-теңдіктен ауытқып, шектен шықпауларың үшін таразыны әділ тартыңдар. Сөзде де, істе де қарағылды қақ жарғандай әділ болыңдар. Таразыдан жемеңдер, өлшем мен тепе-теңдікті бұзбаңдар. Жерге келсек, Алла оны да тіршілік иелері үшін төмендетіп төседі. Онда түрлі жеміс-жидектер мен шоқ-шоқ жемісті құрма ағаштары бар. Сабағы мен жапырақтары малға қорек болатын, дәнді дақылдар мен хош иісті өсімдіктер де бар. Ей жындар мен адамдар, ендеше Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Ол адамды балшықтан күйдіріп жасаған бұйым сияқты, тыңқ-тыңқ ететін құп-құрғақ балшықтан жаратты. Ал жындарды түтінсіз таза оттың алауынан жаратты. Ендеше ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Ол екі шығыстың да, екі батыстың да Раббысы. Ендеше ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Ол екі теңізді бір-бірімен тоғыссын деп қоя берді. Сөйтіп екі алып су түйісті, алайда араларында өткел бермес бөгет бар. Сулары бір-бірімен араласпайды. Ендеше ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Олардың екеуінен де інжу маржан шығады. Ендеше ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Оның құлдарына дарытқан ілімімен берген аяны арқылы жасалып, теңізде желкен керіп жүзіп жүрген таудай кемелер де бір өзіне тән. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Жер бетіндегі барлық нәрсе фәни, тек сенің асқан айбатпен, ұлылық әрі теңдессіз жомарттық иесі Раббыңның жүзі, яғни өзі ғана мәңгі бақи қалады. Ендеше ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Аспан әлеміндегі және жердегі әрбір тіршілік иесі мұң-мұқтажын бір өзінен сұрайды. Ол күн, яғни сәт сайын іс үстінде, яғни ол болмысты бір-ақ рет жаратып қоя салған жоқ. Ол болмысты жоқтан жаратып, қайта жоқ қылып қайтадан жаратып, сәт сайын өзінің ұлылығын, шексіз құдіретін, ілімін, теңдессіз шеберлігін және басқа да көркем есімдер мен сипаттарын паш етуде. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Уа жер бетіндегі саналы һәм ерік қалауы өз қолында болған ардақты қос қауым, жындар мен адамдар. Жақында сендердің де істеріңді қарайтын боламыз. Ендеше ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Уа жындар мен адамдар, егер аспан әлемі мен жердің арасынан асып, шекарасынан өтіп кете алсаңдар, қане өтіңдер. Алайда Алланың рұқсаты және ол берген үстем күш-қуат пен күшті ілім болмаса, өте алмайсыңдар. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Үстеріңе лаулаған оттың жалыны мен улы әрі ыстық түтін жіберіледі. Сонда бір-бірлеріңе қол ұшын бере де, қорғана да алмай қаласыңдар.
Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Ақырында аспан жарылып, бейне бір қып-қызыл сақтаян сынды, алқызыл гүлдей болғанда, ғаламат құбылыстар орын алады. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Ол күні адамдар мен жындар, күнәһар немесе күнәһар емес екендіктерін айқындау үшін сұраққа тартылмайды. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Ол күні күнәһарлар түрлерінен ақ танылатын болады. Олар кекілдері мен аяқтарынан шап беріп ұсталған бойда тозаққа тасталады. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Күнәһарлар сенбей келген жаһаннам міне осы. Олар жаһаннам отымен бұрқ-сарық қайнаған су арасында безек қағады. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Раббысының құзыры дегенде, яғни Раббысының алдына баратын күнді ойлап аза бойы қаза болатын мүмінге екі бірдей жәннат бар. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Екі жәннатта алуан түрлі мәуелі ағаштарға тола. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Екеуінде де Тәсним және Сәлсәбил атты ағып жатқан қос бұлақ бар. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Екеуінде де жемістің әр түрінен қос-қостан бар. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Жұмақтықтар қалың қамқамен астарланған сәнді төсеніштерге сүйеніп жайғасып отырады. Екі жұмақтың да жемістері иіліп, қол созым жерде тұрады. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Ол жұмақтарда өз жұбайынан басқаға көз тікпейтін, бұрын соңды адам баласының да, жынның да қолы тимеген пәк, хор қыздары бар. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Олар сұлулықта бейне бір жақұт пен маржандай. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Нығмет тұрғысынан бұл екеуінен басқа сәл төменде тағы да қос жұмақ бар. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Екеуі де жап-жасыл. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Екеуінде де қос бірдей қайнар бұлақ бар. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Екеуінде де алуан түрлі жемістер, соның ішінде құрма мен анардың түр-түрі бар. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Екеуінде де жібек мінезді, ай жүзді хор қыздары бар. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Отауынан аттап шықпайтын, өз жұбайынан басқа ешкімді көрмейтін, һәм ойламайтын хор қыздары. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Оларға бұрын соңды адам баласының да, жынның да қолы тимеген. Ендеше, ей жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Жұмақтықтар, жасыл жастықтар мен көздің жауын алатын оюлармен өрнектелген сәнді төсеніштерге жантайып жатады. Жұмақтықтар, жасыл жастықтар мен көздің жауын алатын оюлармен өрнектелген сәнді төсеніштерге жантайып жатады. Ендеше,
Ey жындар мен адамдар, Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Асқан айбат пен ұлылық және теңдессіз жомарттық иесі Раббыңның есімі қандай ұлы десеңші.